Армысыздар ағайындар. 18-19 мамырда Астанада Орталық Азия елдері кәсіподақтар кеңесі аясында ұлттық кәсіподақ орталықтары командалар арасында футзалдан Ктука Кап 2023 екінші халықаралық турнирі өтті. 2 күн бойы Қазақстан, Қырғызстан, Монголия, Тәжікстан және Өзбекстан кәсіподақ құрамалары турнирдің бас жүлдесін сарапқа салды. Турнирдің мақсаты Орталық Азия елдері кәсіподақтары кеңесінің кәсіподақ мүшелері арасында салауатты өмір салтын насихаттау, оларды дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту, сондай-ақ аймақ елдерінің кәсіподақ мүшелерінің дене дайындығы мен спорттық шеберлік деңгейін арттыруға бағытталған. Халықаралық футзал турнирі туралы толығырақ айтып өтейік. Футзал қазақстандық жанкүйерлер тамсанатын спорт түрлерінің бірі. Бұл спорт түрінің адам ағзасына да берер пайдасы мол. Мәселен, білікті мамандардың айтуынша, футзал жылдамдықпен күшті дамытады, спортшының шыдамы жетіледі. Футзалда техника үлкен рөл атқарады. Сондықтан 50 жаста да техникасы мықты ойыншы болуға болады. Мамандар футзалды өте демократияшыл спорт деп те атайды. Ктука Кап 2023 Орталық Азия елдерінің ұлттық кәсіподақ орталықтарының командалар арасындағы футзалдан екінші халықаралық турнирге барлығы 6 команда қатысты. Ашылу салтанатында Орталық Азия елдері кәсіподақтары кеңесінің бас хатшысы, Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының төрағасы Сатыбалды Телағұсұлы Дәулеталин қатысушыларға сәттілік тілей отырып, салауатты өмір салтын ұстанудың маңыздылығына тоқталды, барлық ойыншыларға қолдау білдірді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті спортшылар қауым, жанкүйерлер, футболшылар. Добрый день, уважаемые друзья, братья и сестры. Мы с большим удовольствием, воодушевлением приветствуем вас на благодатной казахстанской земле. Турнир по футзалу стал доброй традицией. Первый турнир у нас проходил в городе Ташкенте в прошлом году, и это стало настоящим праздником. Я хочу сейчас поздравить первых победителей турнира, команду Узбекистана. Давайте поаплодируем. Уверен, что мы станем свидетелями красивых голов, позитивной игры, наигранных комбинаций и получим море удовольствия от проведения этого турнира. Профсоюзы всегда за здоровый образ жизни, за развитие массового спорта. Мы всегда поддерживаем тех людей, которые ведут активный образ жизни. Спорт сегодня должен стать модным. И мы должны регулярно, энергично заниматься физической культурой, спортом и иметь позитивный образ жизни. Я желаю всем командам абсолютно успехов, побед, красивых голов, зрелищных игр. Спорт, он будет модным. Любите футбол, играйте в футбол. Второй международный турнир по футзалу среди профсоюзов стран Центральной Азии объявляю открытым. Турнир барысында қатысушы командалардың бапкерлерінен сұхбат алудың сәті түсті. Мен құраманың бапкерімін. Біз Тәжікстаннан Орталық Азия елдері кәсіподақтар кеңесінің ұлттық кәсіподақтар орталықтары құрамаларының ойынына қатысу үшін келдік. Өткен жылы мен Ташкентте өткен турнирге де қатысқан едім. Біздің ұйымдардың арасында тату көршілік пен достық қарым-қатынасының берік іргетасы қаланған. Бұл ойында барлық құрамаларға жақсы ойын көрсетулерін тілеймін. Ең бастысы достық болу керек. Біздің жігіттер, яғни барлық құрамалар жақсы ойын көрсетеді деп ойлаймын. Жуырда президентіміз Қазақстанға келіп, Қазақстан президентімен кездесті. Біздің елдеріміздің екі жақты қарым-қатынастары жемісті болуда. Сондықтан біздің елдердің кәсіподақтарының арасындағы қарым-қатынас ойындардан кейін де бұдан да жақсырақ болады деп ойлаймын. Біздің ойыншылар халықтық білім беру қызметкерлері кәсіподағының қызметкерлері. Оларға жоғары деңгейде тапсырма берілген, яғни өз өнерлерін көрсетеді деген сенімдемін. Біздің құрамаға биыл 3 жыл толады. Конечно же, мы всегда... Әрине, біз Қазақстанға келгенімізге әрқашан қуаныштымыз. Өйткені мұнда бізді өте жақсы қарсы алатынын білеміз. Барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Осы орайда Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясына зор алғысымды білдіргім келеді. Футболшыларға жасалған жағдай өте жақсы. Біздің команда чемпиондық атағын қорғауға келді. Біз бұл ойыншылардың алғашқы жеңімпаздарымыз.
Сол себепті біздің ойыншылар өздерінің қайда келгенін және олардан не күтілетінін жақсы біледі. Барлық командаларға сәттілік тілеймін. Биыл турнирге қатысушылардың саны артты. Монголия құрамасы қосылды. Турнирдегі командалардың қатары одан әрі кеңейе береді деп ойлаймын. Мен Қазақстан кәсіподақтар командасының капитаны болам. Біздің кәсіподақтар командасы қалалық чемпионаттарда ойнап жүргеніне 2 жыл. Биыл осы кәсіподақтар кеңесінің жаңағы турнирін қазақ елінде қабылдап жатырмыз. Қазақстанда қазір футзалға деген қызығушылық артып келеді. Соның ішінде кәсіподақ, Қазақстан кәсіподақтар федерациясы футболды қолдап, осы турнирға 2 команда жасақтап отырмыз. Турнир міне осы Астана қаласында, елордамызда Сайран Арена деген спорттық кешенде өтіп жатыр. Барлық керекті заттармен жабдықталған, жасақталған. Футболға деген қызығушылықтың артуының бір дәлелі жаңағы Орталық Азиялары Қазақстан Федерацияның кеңесінің бүкіл 5 мүшесі міне біздің турнирімізге келіп отыр. Біздің турнир өте жоғары деңгейде өтетініне сенімдімін. Сол кубокты өзіміздің елде алып қаламыз деген сенімдемін. Айта кетерлігі, халықаралық турнирге Монголия және Қырғызстан кәсіподақтарының құрамасы алғаш рет қатысып отыр. Біздің Монголиядан келген кәсіподақ командасы қарапайым еңбеккерлерден құралған. Турнирге алдын ала дайындалып, өз кәсіподақ ұйымдарын қолдау үшін келіп отыр. Бұл уақытқа дейін осындай ірі көлемдегі жарыстарға қатысып көрмеген едік. Ең бірінші турниріміз осы болып отыр. Қазақстан кәсіподақтар федерациясы жоғары деңгейде қарсы алып, барлығын жақсы ұйымдастырыпты. Елдеріңіздің өркендеуін көріп, біз тәнті болдық. Кәсіподақтар ұйымдарына табыс тілейміз, жұмыстарыңыз жүре берсін. Біздің командамыз бұл. Негізі біздің құрама Орталық Азия кәсіподақтары арасындағы халықаралық турнирге алғаш рет қатысып отыр. Сөз басында өзімнің және жалпы құраманың атынан қонақжайлық танытып, жылы да жақсы қарсылағандарың үшін үлкен алғысымды білдіремін. Қазақ-қырғыз бір туған демекші, қазақстандық әріптестеріміз бізді жоғары деңгейде күтіп алып жайғастырды. Құрмет көрсетіп, сыйластықтарын танытып жатыр. Бұл ойын жемісті болады деп ойлаймын. Мен негізі үлкен турнирлерге шықпасам да өз елімде жергілікті ойындарға қатысып жүргенмін. Кәсіподақтар арасында түрлі ойындар өткізіліп отырады. Соларға қатысамыз. Білікті ойыншылардың басын біріктіріп, жақсы нәтижелер көрсетіп жүрміз. Қатардағы кәсіподақ мүшелерінен жинақталған құраманың құрылғаны биыл 5 жыл болып қалды. Олардың қатарында кеншілер, геологтар, күзет қызметкерлері бар. Құрама жақсы ойын көрсетеді деп үміттемін. Біздің ойыншылар мұндай халықаралық турнирде бірінші рет өнер көрсетейін деп отыр. Адам баласы болғаннан кейін кішкене алаңдаушылық бар әрине. Сол себепті оларға тартынбай, өздерінің білетін ойынын жоғары деңгейде көрсетуді айтудамын. Құраманың рухы биік, үміті зор. 2 күндік қызықты және серпінді спорттың барлық жанкүйерлері Сайран Арена спорт кешенінде футзал ойындарын тегін түрде тамашалауға мүмкіндік алды. Турнирдің бірінші күні қазақстандық футзалшылар жоғары нәтиже көрсетті. Халықаралық турнирдің жабылу салтанатына Тәжікстан Тәуелсіз кәсіподақтар федерациясының төрағасы Маликшо Немецодда, Монголия кәсіподақтар конфедерациясының президенті Эрденабад Сухбатар, Өзбекстан кәсіподақтар федерациясының төраға орынбасары Бахтиер Махмадалиев қатысты. Шақырылған қонақтардың қатарында Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Сәрсен Құранбек, Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұлов, футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Адиев, сондай-ақ Түркеш-Түрік кәсіподақтар конфедерациясының президенті Ергюн Аталай және Әзербайжан кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Алхасов Джаваншер болды. Ойындар айналым жүйесі бойынша өтті. Оның қорытындысы бойынша негізгі финалисттер Қазақстан мен Өзбекстан кәсіподақтарының командалары анықталды. Финалдық ойында 3-1 есебімен Қазақстан кәсіподақтар федерациясының командасы жеңіске жетті. Во втором международном турнире по футзалу среди профсоюзов стран Центральной Азии заняла команда Федерации профсоюзов Казахстана. Недеген бауырластық, недеген ағайынды елдерді мынандай тамаша көріністер қайтала бермейсіздер. Міне қараңыздар, ендеше біздің де күткен нәтижеміз осы. Бұл жерде тек қана
Өзбекстан кәсіподақтар федерациясы командасының ойыншылары турнирдің күміс жүлдегерлері атанды. Үшінші орын Тәжікстан тәуелсіз кәсіподақтар федерациясының командасына бұйырды. Екі күннің қорытындысы бойынша түрлі номинациялармен үздік ойыншылар анықталды. Үздік қақпашы номинациясында Қазақстан құрамасының ойыншысы Рауан Атантаев жеңімпаз деп танылды. Үздік қорғаушы номинациясы Қырғызстан құрамасының ойыншысы Мурат Асанбаев иеленді. Үздік шабуылшы номинациясында Тәжікстан құрамасының ойыншысы Илхом Баротов жеңіске жетті. Турнирдің үздік ойыншысы болып Өзбекстан құрамасының мүшесі Азиз Маматов танылды. Ал көрермендер көзайымы жүлдесін Монголия кәсіподақтар конфедерациясының ұжымына берілді. Жеңіске деген жігері үшін кубогы Қырғызстан кәсіподақтар федерациясына бұйырды. Жеңімпаздарды салтанатты түрде марапаттау рәсімінде Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Сәрсен Құранбек халықаралық турнирдің өткізілуін құптап, келесі жылы ойындарға жаңа қатысушылардың келетініне сенім білдірді. Ол өз тарапынан мәдениет және спорт министрлігі Ктука Кап турнирін өткізуге қолдау көрсетіп, оны дамытуға көмектесетініне сендірді. Құрметті қонақтар, құрметті жарысқа қатысушылар және көрермендер, бүгінгі мынау Қазақстан кәсіподақтары ұйымдастырып отырған осы халықаралық шараның сәтті ұйымдастырылуымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Жалпы әлемде дене шынықтыру мен спорттың дамуының бастау алуына ең алғаш ықпал жасаған бұл осы кәсіподақтар. Еңбек ұжымдардың арасындағы дене шынықтырудан басталған болатын. Олай деудің себебіміз 19 ғасырдың басына дейін дене шынықтыру және спорт тұрақты түрде ұйымдастырылмаған. Ең алғаш осы кәсіподақтар еңбек ұжымдарында жұмыс істеп жүрген адамдардың дене белсенділігі қаншалықты жоғары болса, соғұрлым еңбек өнімділігі артатындығын байқап, осы дене шынықтыру мен спортты дамытуды қолға алған. Соның нәтижесінде 1894 жылы халықаралық олимпиада комитетінің қозғалысы құрылып, бұл комитет ретінде бекітіліп, 1896 жылы алғашқы олимпиада ойындары ұйымдастырылған болатын. Яғни бүкіл әлемдегі дене шынықтыру мен спорттың бастауы ол осы кәсіподақтардағы дене шынықтыру мен спорт. Бұл қозғалыстың әрине тәуелсіздік алғанға дейін өз деңгейі болды. Елімізде ерікті спорт қоғамдары болды. Бірақ бір нақты кезеңдерде осы ұйымдастырылмай қалса, міне осы соңғы жылдары Қазақстанның кәсіподағының басшылары осы үрдісті қайта жалғастырып дамытып келе жатыр. Менің ойымша, бұл үрдіс әлі де қарқынды белең алады деп білеміз. Бұған міне көріп тұрсыздар, бүгінгі таңда 5 команда қатысып болса, болашақта 25-30 команда қатысады деп білеміз. Ал енді біз осы дене шынықтыру мен дамытушы мемлекеттік орган ретінде бұған өз үлесімізді қосамыз. Мынау келген командаларға бәріне сәттілік тілейміз. Аман есен елдерімізге жетіп, осы Қазақстаннан жақсы сезіммен оралуларыңызға тілектеспіз. Барлықтарыңызға табыс тілейміз. Жиналғандарға Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұлов құттықтау сөз сөйледі. Ол Қазақстанда футболдың дамып келе жатқанына ерекше тоқталып, кәсіподақтардың бұқаралық спортты дамытуға қосқан ерекше үлесін атап өтті. Құрметті достар, құрметті қонақтар, сіздермен жүздескеніме өте қуаныштымын. Бүгін Астана төрінде өте керемет бір қарқаралар жарысы өтті. Футболды дамытуға үлес қосып жүрген осы профсоюздың басшыларына, ұйымдастырған азаматтарға алғысым шексіз. Футбол достығымызды нығайта берсін, ары қарай. Бәріміз бірге болайық, жанашыр болайық.
Орталық Азия елдері кәсіподақтар кеңесінің бас хатшысы, Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин турнир қатысушылары мен жеңімпаздарын құттықтап, бұл турнирдің, яғни Орталық Азиядағы мүше мемлекеттер кәсіподақтары достығының қолдауы мен ынтымақтастығының тағы бір жарқын үлгісіне айналғанын атап өтті. Қайырлы кеш, құрметті спортшылар қауым, жанкүйерлер, кәсіподақ мүшелері, Астана қаласының тұрғындары, достар, керемет дүбірлі жарыс біздің мәресіне жетті. Көптеген ойындарды бақылай отырып, өте әдемі голдарды көрдік, керемет комбинацияларды көрдік. Ең бастысы біздің командалардың арасындағы достық, бір-бірін қолдау, бір-біріне деген ынтымақтастық ұғымдарының айқын көрінуі бәріміз үшін үлкен қуаныш. Уважаемые братья и сестры, уважаемые друзья, уважаемые любители футбола, прекрасный праздник сегодня приблизился к завершению. Я думаю, болельщики стали свидетелями ярких и красивых голов, игровых комбинаций и зрелищных игр. И это, надеюсь, вы получили волю позитивной эмоции. Профсоюзы всегда за здоровый образ жизни. Профсоюзы всегда поддерживают и будут поддерживать энергичных, созидательных, ловких молодых людей, которые сегодня ведут активный образ жизни. И мы всегда будем за развитие спорта, массового спорта. Всегда регулярно занимайтесь физкультурой и спортом. Играйте в футбол, любите футбол. Я желаю успеха всем нашим командам, которые прибыли и участвовали в соревнованиях. Большое спасибо вам, достойные игроки. Я особо хотел бы подчеркнуть одну команду, если позволите. Это команда Монгольской профсоюза. Прошу поаплодировать. Каждая команда отличалась своим стилем. Да? Я думаю, всем понравилась игра. И позвольте мне еще раз поздравить всех за этот праздник, поздравить организаторов, поздравить игроков, поздравить наших почетных гостей, представителей государственных органов Федерации футбола Казахстана. Главный тренер сегодня пришел посмотреть. Я думаю, кого-то из вас он точно отберет. Да, Маргарита? Дай Бог, чтобы так получилось. Разбег всем. Еще раз, играйте в футбол, любите футбол. Разбег. Футзал турнирін өткізу Орталық Азия елдерінің кәсіподақтар кеңесінің отырысы аясында дәстүрге айналды. Еске салайық, бірінші халықаралық КТУ Кап турнирі өткен жылдың қыркүйек айында Ташкентте өткен болатын. Қазақстан Кәсіподақтар Федерациясының құрама командасы бірінші турнирде Өзбекстан Кәсіподақтар Федерациясының командасынан ұтылып, екінші жүлдені иеленген еді. Келесі КТУ Кап турнирі Тәжікстанда өтеді деп күтілуде. Осындай спорттық іс-шаралар жастарды тәрбиелеу ісінде салауатты өмір салтының беделін көтереді. Ойыншылар мен көрермендердің спорттық рухын қолдайды. Спортта да, өмірде де жоғары нәтижелер мен жаңа мақсаттарға қол жеткізуге ынталандырады. Бұл халықаралық достықты дәріптеген турнир болды.